Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын мантының рецептісімен бөліскім келеді. Қажетті ингредиенттердің барлығы видеоның төменгі жағында описание бөлімінде жазылған. Ең алдымен мантының қамырын дайындап аламыз. 1 жұмыртқаға 1 шай қасық тұз және 200 грамм салқын су құямыз. Тұзы ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді аз-аздан ұнымызды салып отырып қамыр илейміз. Менде 200 грамм суға шамамен 500 грамм ұн кетті. Қамырымызды қаттылау қылып илеп аламыз. Иленген қамырды пакетке салып 15 минуттай тындырып қоямыз. 15 минут өткен соң жаңағы қамырымызды өзімізге жаюға ыңғайлы етіп бөліктерге бөліп аламыз. Содан кейін тағы да бетін жауып 10-15 минутқа тағы да тындырып қоямыз. Енді мантымыздың салмасын дайындаймыз. Тартылған етімізге ұсақтап кубиктеп туралған картопты саламыз. Және де ұсақтап туралған пиязды саламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Қара бұрыш қосамыз. Содан соң жақсылап араластырамыз. Және де айта кететіні, егер фаршыңыз майсыз болса, ұсақтап турап құйрық май немесе біраз өсімдік майын қосуға болады. Менде фарш майлы болғандықтан мен қоспадым. Енді әбден тынған қамырды алып, оқтаудың көмегімен жаямыз. Мантының қамырын қатты қалың да немесе өте жұқа да қылмай орташа қылып жаямыз. Енді жайылған қамырды оқтауға орап, видеода көрсетілгендей жасап аламыз. Содан кейін 4-5 саусақтың көлемінде етіп кесіп шығамыз. Енді әр бөлігін бірінің үстіне бірін қойып шығамыз да 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Осылай видеода көрсетілгендей кесіп аламыз. Енді шамамен 1 ас қасықтай салмамызды салып, классикалық түрде манты түйіп шығамыз. Осылайша барлық мантыны түйіп дайындап аламыз. Мантаваркамыздың табағын сұйық маймен жақсылап майлап аламыз. Содан кейін мантымызды тізіп қоямыз. Мантының бетіне де біраз сұйық май жағып шығамыз. Сол кезде мантының беті кеуіп кетпейді. Осы уақытта суымыз да қайнап дайын тұруы керек. Мантаваркамызды қайнап тұрған судың үстіне қойып 45 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, мантымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Қазақ тілді каналды дамытуға үлес қосқыңыз келсе, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып кетуіңізді сұраймын. Алда әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын.